Нұрлар, қазір мен PromoFlow жайлы сіздерге айтып өтейінші. Осы PromoFlow-мен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге жақсы көмектеседі, өте жақсы тиімді приложение деп ойлаймын. Ол үшін сіздер бірінші Play Marketке кіріңіздер. Play Markеттен осы PromoFlow приложениясын, программасын скачать етіп аласыздар. PromoFlow деп жазсаңыздар, міне шықты, PromoFlow деп. Осы PromoFlow-ды өздеріңізге скачать етіп алатын болсаңыздар, қазір шықпай қойды, міне. Менде тартылған, бұл негізінде обновить етілмеді деп тұр ғой. Обновить етілмеген екен. Осылай тартып аласыздар, негізінде қазір менікі бола салсын, сіздерге толық көрсетіп өтейін. Себебі көп партнерларымыз жаңағы осы Instagram-мен PromoFlow арқылы жұмыс жасау жағынан кішкене қиналып жатыр. Сондықтан бұлай ауызбен айтқанмен онша түсінбей жатыр да, әдейі осылай видеомен көрсетуді жөн көрдім. Кішкене болса да жаңағы үйреніп қалады ма деген ойменен. Қазір міне установка деп тұр, қазір орнатылсын. Міне орнатылды, енді открыть деп PromoFlow-дың ішіне кіреміз. Негізінде мен бұны скачать етіп қойған, просто установить еттім қазір. Қазір ашылсын енді PromoFlow-дың іші. Міне PromoFlow-дың іші. Так, мына жерде мен жұмыс уже істеп жатыр, менде істеп тұрмын. Мына жерде қанша подпискалар қосты, смс-тер жіберді, әжептәуір жұмыс істеп тастады мына неде. Енді қараңыздар, бұл жерде жұмыс істеу үшін сіздер, егер қосылып тұрған қыздарымыз осыны ары қарай жұмыс жасауын үйренеді, қосылмаған қыздарымыз дальше қосып кете береді. Мына айналып тұрған домалақ нені бассаңыз, сізде поставить на паузу дейді. Соны басатын болсаңыз, сізде тоқтап тұрады жұмыс. Қайтадан продолжить десеңіз, орнына түсіп жұмысын бастайды, старт болады. Отменить задание дегенді бастым мен. Окей. Отменить задание. Мен тоқтатып қойдым PromoFlow-ды. Не үшін? Себебі маған аудиторияны ауыстыру керек болып тұр. Не үшін? Жаңағыдай подписка жасайтын адамның сілтемесін, жаңағы ссылкасын ауыстыру керек болып тұр. Ол үшін мен бұдан шығамын да Instagram-ға кірем. Тоқтатып қойдым жаңа жұмысымды. Енді мен Instagram-ға кіріп бір әншінің ба, жаңағыдай подписчигі көп бір адамның несін ссылкасын алуым керек болады. Мысалы, кімнің ссылкасын алуға болады? Так, Жанерке. Елшін Жанеркеде 408 мың ба, сондай подписчигі. Значит, осыдан скопировать URL профиля дейді. URL деген копировать етіп аламыз. Копировать етіп алдым, болды. Енді шығамын Instagram-нан. Instagram-нан шығып, PromoFlow-ға кіремін. Бағана мен мына сарыны басып, тоқтатып қойған едім, я? Енді сол Жанеркенің аудиториясын қосу үшін выполнить подписку лайкинг дегенді басамыз. Сосын на аудиторию аккаунта дегенді басамыз. Мынандай шығады бізге. Видите, сюда ссылканы қойыңдар мына жерге дейді. Жаңағы ссылканы копировать етіп алдым, енді вставить деп осы жерге қоямын. Міне, Елшін Жанеркенің парақшасының подписчиктерін алуға мен қойдым. Окейді басамын. Так, міне. Қосылды. Давай. Міне. Қосылды. Жоғарысын қараңызшы, подписка, лайкинг на аудиторию, Елшін Жанерке деп прям көрсетіп тұр. Старт задания деп мына астында да уже тұр. Уже сары домалақ айнала бастады. Жұмысқа кірісті деген сөз. Ал мына жоғарыдағы 3 сызықты басатын болсаңыз, бұл жерде директ рассылкаға кіресіз. Директ рассылкаға кіріп, мына шаблондарды қоясыз. WhatsApp-ыңызға кіріп, керекті бір шаблонды копировать етіп алып шығасыз. Жаңа мен Instagram-ға кіріп еттім ғой, сол сияқты WhatsApp-ға кіріп бір тексті копировать етіп алыңыз. Сөйтіңіз дағыны мына жерге вставить деп қойып, міне мен қойдым ғой, мысалы мына жерлерге вставить деп қойсаңыз, осылай қойылады. Өстіп
қойып қойсаңыз, өзі осы промофлоу өзі жаңағы жинаған подписчиктеріне смс-ті өзі жіберіп отырады. Сіз осы қойған шаблонды адамдарға жіберіп отырады. Міне, отправлено сообщение, мына адамдардың бәріне сообщение кетті деп мына жерде полный журнал несі тұрады, отчеты тұрады. Көрдіңіздер ма? Өте тиімді, әрі оңай, кейде қолымыз босамай, өзіміз жұмыспен әлек болып жүрген кезде бізге осы промофлоу көмектеседі. Жақсы көмектесіп, өзі жұмыс жасап, мына менде жұмыс істеп жатыр, уже подписка, отправлен запрос на подписку Мела АБ дегенге жаңа запрос жібердім деп бәрін журналын, отчетін тапсырып көрсетіп отырады. Осы промофлоумен міндетті түрде жұмыс жасаңыздар, себебі сіздерге тиімді программалардың бірі, достар. Осылай Play Market'тен скачать етіп алып істей беруге болады. Арнайы парақша ашып қойыңыздар Инстаграмнан, себебі парақшаға осындай рекламаларды, жетістіктеріңізді салып отыратын болсаңыздар, ара-арасына өздеріңіздің фотоларыңызды да салып қойыңыздар, себебі адамдар білсін сіздердің живой адам екеніңізді. Шынымен де жұмыс жасап, осы жерде отырғандығыңызды адамдар білсін. Міндетті түрде профильге жазып қойыңыздар. Мысалы, әркім әртүрлі жазады, жұмысқа шақырам немесе жаңа тіркеліңіздер деген сияқты түрлі жаңағы нелерменен, текстпенен неге профильге жазып қойға болады. Міне осылай қосып рекламалар, видеолар салып жұмыс жасап отыруға болады, достар.